Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде зәр шығару жүйесі немесе бөліп шығару жүйесінің бір бөлігі болып табылған бүйректі талдайтын боламыз. Жалпы енді қысқаша бөліп шығару органдарына тоқтала кетейік. Бізде ағзамызда бөліп шығару органдары бар, бүйрек бірінші орында, екінші орында тер бездері, май бездері, сүт безі, олардың барлығы бөліп шығару органдарына жатады. Ішек барлығы жатады. Бірақ бүгін бізде ағзамыздағы ең маңызды бөліп шығару органы бұл бүйрекке тоқталатын боламыз. Бүйрек себебі біздің ағзамызда негізгі бөліп шығару органы болып табылады. Яғни ағзамыздағы қажетсіз заттарды, артық сұйықтықтардың барлығын сыртқа шығарып, ағзаны реттеп отыратын, гомеостазды бағалап отыратын, қадағалап отыратын орган болып табылады. Өте маңызды орган, қызметтері өте көп. Бүгін осы органды бірінші сабақтан бастап талдайтын боламыз. Алда осы видеоның 3 бөлімі болады. Үшеуінде тереңдетіп тұрып, бүйректің фильтрациясын, реабсорбциясын барлығын талдайтын боламыз. Достар, қараңыздар. Мынау бүйрек. Енді бүйректің анатомиясына қысқаша тоқталамыз. Ары қарай оның анатомия сабағында қарайсыздар. Жұп болады, жұп орган болады. Оның қыртысты қабаты бар, милы қабаты бар. Сыртында капсуласы бар да. Қыртысты қабатында көбінесе нефрондар орналасады. Нефрондар ары қарай уже тостағанша, табақша немесе астауша, одан кейін несебағардан кейін қуық, одан кейін зәр шығару түтігі да. Әйелдерде қысқа болады, еркектерде ұзын болады. Ары қарай біздің бүйрек жалпы мына жерде аорта келетін болса, аортадан артерия реналис деген бар, бүйрек артериясы бар. Бүйрек артериясы арқылы қан келеді. Сол келген қанды, яғни үлкен қысыммен қан келеді. Себебі аортада білесіздер ғой, қысым өте жоғары. Үлкен қысыммен бүйрекке, екі бүйрекке қан барады. Сол қысыммен келген қанды, үлкен қысыммен келген қанды бүйрек фильтрлеп отырады, тазартып отырады, тазартып қажетін қанға кері жіберіп, қажет емесін мына жаққа зәрге шығарып отырады. Яғни қажетін қалай жібереді? Ол мына жақта екінші бүйрек венасы бар. Бүйрек венасы төмен қуыс венаға құйылады да, ары қарай тазартылған қан бүйрек вена арқылы жүрекке қайтадан оралады екен. Яғни артерия қаны келеді, ол тазарады үлкен қысымның арқасында бүйректің нефрондарында, ары қарай тазарып болып, ары кері қарай бүйрек венасы арқылы бүйректен шығып кетеді де қанға қайтарылады. Ал түзілген қалдық заттардың барлығы зәрге айналып, былай несебағармен қуыққа шығарылады да, ары қарай біз оны шығарып тастаймыз. Вот көрдіңіздер ғой, бүйректің тазалау процесі негізі осылай. Бүйректің сыртында капсуласы болады. Бүйректің сыртында капсула, енді осы жерге бір қысқаша тоқталып кетейік, алда оған тоқталмаймыз. Жалпы бүйрек аурулары болсын, бауыр аурулары болсын, өкпе аурулары болсын, біз аурудың симптомдарын кеш анықтаймыз. Себебі бұл органдардың ішінде ауырсынуды сезетін рецепторлар жоқ. Оның ішіне кіріп тұрып, оның жұмысын басқаратын жүйке жүйесі жоқ деп айтылады көп әдебиеттерде. Себебі бауыр болсын, мысалы бауыр ауруларын біз бауырдың көлемі ұлғайған кезде ғана біле аламыз. Оған дейін ол кісі анализ тапсырып қан тексертпесе біз біле алмаймыз науқастың бауыр ауырып жатқанын. Ал бүйрек аурулары дәл сондай, бүйректің қашан көлемі ұлғаяды, сол кезде ғана оның біз ауырып жатқанын білеміз. Немесе одан бұрын ертерек қан тапсырған кезде анықтауға болады, бірақ қан тапсырмаса, өкінішке орай, бүйрек қашан үлкейеді, сол кезде ғана біз оның ауырсынып жатқанын білеміз. Қараңыздар, демек көлем ұлғаятын болған кезде ғана ауыратын болса, демек оның капсуласында ғана сезімтал рецепторлар бар деген сөз. Оның капсуласында сезімтал рецептор болғаннан кейін ол ісінген кезде ғана, көлем ұлғайған кезде ғана ауырсыну береді бізге. Ал тағы бір жерінде рецептор бар, көп жерде бұл айтылмайды, бірақ капсуладан бөлекте мына тостағанша, табақша немесе астауша, несіп шығару жолдарында да ауырсынуды сезуші рецепторлар бар. Мысалы, бүйрек тас ауруларында колика деген бар. Бүйрек тас ауруларында адамның бүйрегі шаншиды. Ауыра түсі ғой. Вот бізде ол әрине ол бүйректің үлкейгенін көрсетпейді. Ол мына бүйректің тостағанша табақшаларында да рецептор бар екенін көрсетеді. Осыны ұмытып кетпеңіздер. Көбісі айтады, тек қана бүйректің капсуласында ғана рецептор бар. Соған байланысты біз оны үлкейген кезде ғана ауырсын. Иә, ол дұрыс. Бірақ та бүйректің мына тостағанша табақшасында, пирамидаларында да ауырсыну сезетін рецепторлар бар. Осы жерде тас түзілген кезде біз сол кезде де ауырсыну сеземіз деп қатты айтып тастаңыздар сабақтаға. Тек қана капсуланы айтса, сіздер қосымша ақпарат ретінде қосыңыздар. Міне жалпы сіздерге бүйректің құрылысы, енді анатомияда ары қарай талдайсыздар, бұның не болады, ары қарай жаңағы ішіндегі бөліктері бар, сегменттері бар, анатомияның тақырыбы. Бірақ біз үшін бүгін маңыздысы бүйректің негізгі зәр түзу қызметі. Зәрді бүйрек қаннан қалай жасайды? Біз соны үйренеміз, өте маңызды қызмет қой себебі. Соны бүгін талдайтын боламыз бірінші сабақта. Енді қараңыздар, альвеола өкпенің функционалды бірлігі, гепатоцит бауырдың функционалды бірлігі, бауыр жалпы гепатоциттерден құралады, жүрек кардиомиоциттерден құралады да, бүйрек нефрондардан құралады. Мынау нефрон. Көрдіңіздер ғой? Енді қараңыздар, нефронның бөліктері бар. Мына аортадан келген қан тамыр, міне мына жерде.
артерия қан тамыры міне өте майда капиллярға айналады. И қараңыздар, мынау нефронның құрылысы, қазір талдаймыз. Мынау нефронның шумақшасы. Шумлянский Бауман капсуласы деп айтылады. Осы капсулаға манағы аортадан шыққан артерия қан тамыры келіп, кішірейіп артериолаға айналады. Міне ең бірінші шумақшаға кіретін артериола әкелуші артериола деп айтылады. Әкелуші артериола келеді, шумақшаға кіреді, шумақшаға кіріп, осының ішінде айналып, шумақшадан шығып кетеді. Шумақшадан шығып кететін артериоланы біз әкетуші артериола деп айтамыз. Мынау әкелуші артериола, қанды әкелуші, мынау артериола ішінен айналып, әкетуші артериолаға айналады. Ары қарай ол былай кетеді де, не істейді? Нефронның түтікшелерін айналып өтеді. Нефронның түтікшелерін айналып өтіп, айналып, түтікшелерін бәрін орап айналып, бүйректің венасы болып шығып кетеді. Яғни көргендеріңіздей, мына жақтан артерия қан тамыры аортадан келді, мына шумақта тазаланып былай шығып кетеді, міне. Былай шығып кетеді. Көрдіңіздер ғой? Демек, қан қай жерде тазаланады екен? Яғни қанның тазалануы ол фильтрация. Фильтрация қай жерде жүреді десеңіз айтасыздар. Шумақшаны латынша гломерула деп айтамыз. Осы шумақшада жүреді. Міне үлкен қысыммен артерия қан тамыры келеді, үлкен қысыммен мына жерге жиналады, әкетуші артериола қан шығып кетеді. Демек, мына жерге жиналды ғой қан. Мына жерге жиналды деген сөз, қанның құрамында қалдық заттар үлкен қысыммен осы шумақшадан міне түтікшеге түседі екен. Осы қысымның арқасында. Вот түтікшеге түскеннен кейін қан тазарады. Міне мына жер негізгі фильтр. Ары қарай таза қан былай қарай өтіп кетеді. Міне. Мына жақта да тазаланады, қазір біз айтамыз қалай жүретінін. Көрдіңіздер ғой? Шумақша бұл жерде негізгі қанды тазалау процесі болады. Қанды тазалау процесін біз фильтрация деп айтамыз. Негізгі фильтрация жүретін жер. Қараңыздар, шумақшаның астында түтікше бар, нефронның түтікшелері, оның аттары бар. Мынау бірінші түтікше проксимальды түтікше. Төмендеуші проксимальды түтікше. Төмендеуші генлі ілмегі. Көтерілуші немесе жоғарылаушы генлі ілмегі. И дистальды түтікше. И соңғы зәрді жинақтаушы түтікше. Жазып аламыз. Зәрді жинақтаушы түтікше. Яғни, нефронның шумақшасынан келген қан тазарап, оның ішіндегі қалдық заттар тазарған кезде қайда түседі екен? Мына жерде фильтр бар, қазір көрсетемін мен сізге ашып. Осы қарай қан түтікшеге түседі, проксимальды түтікшеге. Проксимальды түтікшеден генлі ілмегіне түседі, төмендеуші. И одан кейін жоғарылаушы генлі ілмегіне түседі. И одан кейін дистальды түтікшеге түседі. Дистальды түтікшеден жинақтаушы түтікшеге түседі. Жинақтаушы түтікшеге мына жақтан бірнеше нефрондардың зәрі келіп құйылады осылай. И соңында қайда кетеді бұл? Кіші тостағанша, үлкен тостағанша, табақша, несебағар, қуық. Көрдіңіздер ғой? Міне осындай бүйректе миллион нефрон бар, миллион нефрон. Жинақтау үшін түтікшеге бірнеше нефрондар осылай негізгі жасаған зәрін жібереді. Қанның қалдық заттары осы жаққа түседі, соңында барып зәрге айналады. Түсіндіңіздер ғой? Мына жерге фотосын шығарып кетемін, и көрдіңіздер деп ойлаймын. Енді қараңыздар. Жалпы артерия қан тамыры келді, тазаланды, құрамында қалдық заттар мына жердегі фильтрден өтті, қазір фильтрге өтеміз толығырақ. Өтті, зәр кетті былай қарай, и бізде әкетуші артериола былай кетті, тазарып қанды алып кетті. Енді ол әкетуші артериола баратта проксимальды түтікшеге айналады, генлі ілмегіне айналады, генлі ілмегін толықтай айналып шығады, дистальды түтікшеге айналады, и жинақтаушы түтікшеге айналып, бүйрек венасы арқылы шығып кетеді. Уже венаға айналып кетеді. Ары қарай вена болып кетеді уже бұл. Яғни, қараңыздар, біріншілік зәр деген бар, первичный моча. Біріншілік зәр деген бар. Міне, біріншілік зәр мына жерде түзіледі. Ал ары қарай бізде екіншілік зәр түзіледі мына жақта. Ол қалай десеңіздер, не үшін әкетуші артериола қайтадан, неге әкетуші артериола прямо мына жақтан шығып кетіп қалмады бүйректен шығып? Жоқ. Ол бүкіл нефронның түтікшелерін айналып өтті. Себебі мына нефронның түтікшелерінде реабсорбция деген құбылыс жүреді. Реабсорбция. Реабсорбция дегеніміз реа қайта, ре. Абсорбция дегеніміз сіңіру. Мына жерде фильтрация болған кезде, қанның құрамындағы жаман қалдық заттар да шығарылады былай қарап. Қанның құрамында ағза үшін қажет заттар да шығарылады. Барлығы шығады, биолог, глюкоза барлығы шығып кетеді жаққа. Бірақ
түтікшелерде бізде реабсорбция процесі болады. Яғни мына жаққа шыққан қалдық заттар оны қайтадан сорып алмайды. Жаңағы мына жақтан шыққан ағзаға қажетті заттар бар ғой, шумақшадан шығып кеткен қажетті майда молекулалар ағза үшін қажетті. Солар реабсорбция болады. Міне қайтадан кері қан тамырға созылады. Қандай қан тамырға созылады? Манаға шығып кеткен, қандай қан тамырға сіңіріледі? Манаға шығып кеткен әкетуші артериолаға сіңіріледі. Әкетуші, көрдіңіздер ме? Міне сол үшін әкетуші артериола бұның бойын айналып өтті. Себебі зәрге қарай шығып кеткен, біріншілік зәрдің құрамында шығып кеткен не істейді? Қажетті заттар қайтадан түтікшелердің бойынан қанға өтіп қанға кетеді. Себебі ағза үшін қажет ол. Просто мына жерден не үшін шығып кетті? Себебі бұлар микромолекулалар болғаннан кейін, олардың көлемі кішкентай болғаннан кейін мына жердің фильтріне өтіп кетеді. Ал бізде формалы элементтер, лейкоциттер, белоктар, фибриноген, глобулин деген лейкоцит, эритроцит, тромбоциттер бұл фильтрден өте алмайды. Но бірақ глюкоза, жаңағы альбумин сияқты белоктар, витаминдер көбісі өтіп кетеді. Мына жердің фильтрінің саңылауы өте кішкентай болғаннан кейін олар өте алады. Ал үлкен формалы элементтер өте алмайды. Жақсы формалы элементтер кетіп қалады, но бірақ қажетті майда заттар өтіп кетеді былай. Бірақ оның бәрі зәрмен кете берсе, біздің ағзамызға бесполезно ғой ол. Вот, сол себепті әкетуші артериола мынаның бойын айналып өтті. Себебі не үшін екен? Сол микромолекулярлы біздің ағзамызға қажетті заттарды қайтадан реабсорбциялау арқасында түтікшелерден қанға сіңіру үшін. Вот, көрдіңіздер ғой, қажетті заттарды мына жақтан қан тамыры жинап алып кетіп, сосын бүйректен шығып кетеді екен. Вот, міне әкетуші артериола не үшін айналып өтті десеңіздер, айтасыздар осылай. Әкетуші артериоламен барлығы шығады. Ну, қажет емес заттар уже мына жаққа кетеді ол қайтадан сіңіріліп отырмайды. Қазір оның бәрін талдаймыз. Қайтадан сіңіріліп отырмайды. Қажет заттарды қан тамырға түтікше сіңіріп береді қан тамырға қарай. Вот, оны реабсорбция деп айтамыз. Ал мынау фильтрация. Сонымен біріншілік зәр дегеніміз не екен? Міне, біріншілік зәр шумақшадан фильтрленіп шыққан зәр, біріншілік зәр деп аталады. Екіншілік зәр дегеніміз осы құрамындағы бүкіл қажет заттардың барлығы реабсорбциядан болған зәр деп айтамыз. Ол мына жаққа шығады уже. Екіншілік зәр деп айтамыз оны. Вот. Осыны көп ұбт-да да айтады да, мектеп кезінде айтып келген, мектеп кезінде осыны түсінген жоқ болады. Но бірақ міне осыны сіздерге қазір мен түсіндіріп отырмын. Кеттік ары қарай талдайық. Жалпы бүйректің 4 түрлі қызметі бар. Біріншісі фильтрация. Өту, үлкен қысыммен келеді зәр, қан келеді, сол қанның құрамындағы майда молекулярлы, төмен тығыздықты заттардың барлығы үлкен қысымның арқасында проксималды түтікшеге өтеді. Осы біз фильтрация деп айтамыз. Мына жерде қазір айтамыз, біз осы жерде фильтрация қасиетін атқаратын фильтрлер бар, қабаттар бар. Оны қайтамыз қазір. Келесі реабсорбция. Қажетті заттарды, қажет емес заттарды мына жаққа шыққаннан кейін, оның ішінде қажетті заттар ағзаға қажет қой. Вот сол қажет заттардың кері қарай қанға сіңірілуі, мына әкетуші артериолаға сіңірілуі реабсорбция деп аталады. Ол да бүйректің қызметі. Үшіншісі секреция. Қанның құрамындағы артық заттар, немесе қажет емес заттар мына жақтан бөлек қан тамыр құрамынан немесе түтікшенің, проксима түтікше болсын, басқа да нефрон түтікшелердің бойында орналасқан эпителиальды клеткадан түтікшеге қарай шығарылуы. Бұл секреция, бірдеңе бөлу. Эпителиальды клеткалар өзінен бірдеңе бөліп шығарады, ол зәр жолына шығып, арғай зәрмен шығып кетеді. Төртіншісі инкреция, немесе эндокриндік қызметі бүйректің. Қандай қызметі ол? Гормон өндіру. Эритропоэтин. Дұрыс па? Өттік біз ана жақта. Простагландин, ренин. Тоже осыған жатқызамыз. Вот. Біз қазір біріншісінен бастап талдайтын боламыз. Жалпы фильтрация қайда жүреді? Фильтрация, сіздер мана көрдіңіздер. Фильтрация бұл бізде шумақшада жүреді. Шумақшада жүреді. Оны қазір біз қысымдарын талдаймыз. Главное, сіздер біліңіздер. Әкелуші артериоланың көлемін көріп тұрғандарыңызда үлкен диаметрі. Әкетуші артериоланың көлемі болса кішкентай. Демек, бұл деген не сөз? Аортадан қан үлкен қысыммен келеді, білесіз, аортада қысым өте жоғары. Бүйрекке келді, бүйрек артериясы арқылы. Нефронның шумақшасына келді. Бұл жерде капилляр өте капиллярлар болады. Артериолада жерге капилляр болады. Микроциркулятор ғана айттық қой. Ол капилляр бойындағы заттардың бәрін шығарып болғаннан кейін жаққа қарап әкетуші артериолаға өтеді. Қараңыздар, әкетуші артериоланың бойы диаметрі кішкентай. Демек, әкелуші артериоланың диаметрі үлкен. Сонда не болады мына жерде? Үлкен қысым пайда болады. Себебі, қараңыздаршы, 3 есе үлкен даже. Үлкен қысыммен қан келеді, но бірақ ол бірден шығып кете алмайды, баяу шығады. Қатты қан келеді, но баяу шығады. Демек, бұл мақсаты не? Бұл анатомиялық ерекшеліктің. Бұл гистологиялық. Бұл жерде қысымды қамтамасыз ету. Үлкен қысыммен қан келген кезде, мына жақтан қан бірден шығып кете алмайды, баяу шығады. Вот, мына жерде үлкен қысым пайда болады. Сол қысымның арқасында қанның құрамындағы заттар түтікшеге өтеді.
Көрдіңіздер ма? Енді қараңыздар, шумақша мен проксима түтікшенің арасында 3 қабат бар. Капиллярдың эндотелий қабаты. Капилляр болып жүрсің, капиллярдың бірінші эндотелий қабаты, бұл бірінші фильтр. Екінші базальды мембрана. Болады екен. Үшіншісі, подоцит аяқшалары болады. Бұл үлкен фильтр. Осындай негізгі 3 фильтрден мана қысымнан пайда болған қажетті заттар барлығы өтіп, содан кейін ғана бар мына жаққа түседі. Мен сіздерге айттым, формалы элементтер, глобулин, фибриноген сияқты үлкен белоктар, макробелоктар өте алмайды. Себебі міне қанша фильтр бар, мынадан өтер жақсы, тесіп өтіп кетер, мынадан жарып өтіп кетер, бірақ подоцит аяқшаларынан олар өте алмайды. Түсінікті ғой? Вот, достар, егер де зәрдің құрамына белок өтіп кететін болса, мына аяқшалардың зақымдалғанын білдіреді, подоцит аяқшаларының. Көрдіңіз бе, мына фильтр зақымдалмау керек. Әртүрлі жаңағы қанты диабет кезінде, гломерулный нефрит кезінде осы фильтр зақымдалады да, қажетті заттардың бәрі заңға кетіп қала береді. Белоктар да кетіп қалады, протеинурия деген болады. Вот, көрдіңіздер ғой, 3 түрлі фильтрден өтіп қана барып мына жаққа түседі екен. Сол кезде ғана бізде біріншілік зәр пайда болады. Көрдіңіздер ме? Енді қараңыздар достар, біз енді фильтрацияны талдап жатырмыз, ja? Енді фильтрацияны дұрыс түсіну үшін біз мына көрсеткішті білуіміз керек. Эффективті фильтрациялық қысым деген бар. Яғни, мына жерде фильтрацияның дұрыс жүріп жатқанын, эффективті, яғни тиімді жүріп жатқанын көрсететін көрсеткіш. Біз оны білуіміз керек, өте маңызды. Эффективті фильтрациялық көрсеткішті біз қалай анықтаймыз? Ненің есебінен анықтаймыз? Қанның гидростатикалық қысымына, қанның онкотикалық қысымына қарап, және зәрдің гидростатикалық қысымының қосындысына қарап, біз эффективті фильтрациялық қысымды анықтай аламыз. Яғни, фильтрация дұрыс жүріп тұр ма, дұрыс жүрмей тұр ма? Біз осы қысымдарды есептеу арқылы оны анықтаймыз. Қараңыздар, жалпы гидростатикалық қысым дегеніміз, яғни қанның гидростатикалық қысым дегеніміз, бұл әкелуші артериолада үлкен қан келеді, әкетуші артериоладан қан ондай қатты кетпейді, себебі ол кішкентай. Вот, осы орталықта пайда болған қысым гидростатикалық қысым деп айтылады. Бүйректегі нефрондағы гидростатикалық қысым дегеніміз осы. Қараңыздар, нормада бүйректің осы нефрон шумақшаның ішіндегі гидростатикалық қысым 70 мм сынап бағанасында. 70 мм нормада бұл. Бұл норма, қатып қалған сан. Осы қысым 70 мм сынап бағанасында болған кезде ғана бізде қалыпты фильтрация жүреді, норма жүреді. Егер де бұл қысым төмендейтін болса, қалыпты фильтрация жүрмейді, фильтрация тежеледі. Дұрыс, мына жерде қан тазармайды. Ол қандай кезде болуы мүмкін? Ол болады әкетуші артериола кеңейген кезде. Кеңейіп кеткен кезде. Себебі әкетуші артериола кеңейетін болса, қан мына жерде іркілмейді. Үлкен қысым пайда болмайды да, мына жерде 70 мм сынапқа төмендеп кетеді, қан өтіп кетеді былай қарап. Көрдіңіздер ма? Вот. Сол кезде гидростатикалық қысым төмендейді екен. Екіншісі, әкелуші артериолаға келетін қанның деңгейі азайып кетеді. Мен сізге айттым, атеросклероз болатын болса бүйрек артериясында, немесе шок болатын болса, қан қысымы күрт түсіп кетеді шок кезінде. Күрт түсіп кететін болса деген сияқты жағдайларда, немесе жаңағы осы қан тамырлардың қабынуы болатын болса, тағы кез келген жағдайда, яғни қан тамыр тарылатын болса, немесе осы қан тамыр арқылы келетін қанның деңгейі азаятын болса, тоже гидростатикалық қысым төмендейді. Гидростатикалық қысым төмендесе, фильтрация төмендейді. Себебі мына жерде үлкен қысыммен қажет емес заттарды шығаратын қысым жоқ. Түсіндіңіз, соны біз гидростатикалық қысым дейміз. Вот. Осындай бұзылыс болған кезде біздің фильтрация нашарлайды екен. Енді қараңыз. Енді фильтрация нашарласа деген, нашарлау деген сөз уже қан тазармай жатыр деген сөз ғой. Қан тазармаса адам уланады, достар. Уланып кетеді кәдімгі өзінің қажет емес заттарына. Вот. Келесі жағдай бар, гидростатикалық қысымның жоғарылауы. Гидростатикалық қысым қандай кезде жоғарылайды? Гиперволемия деген ұғым бар. Патофизиологияда көп өтеміз бұны. Волемия. Гипергидратация деген бар. Қысқартша сөйлем, гипергидратация, гиперволемия деген ұғым бар. Гиперволемия болсын, гипергидратация болсын, бұл қанның көлемінің артуы. Бұған жаңағы тұздар деп айту, жаңағы форма элементтер деп келтіріп отырмаймыз, соны айтамыз. Бұл гиперволемия, гипергидратация дегеніміз қанның көлемінің артуын көрсетеді. Қанның көлемі артатын болса, керісінше мына қысым жоғарылайды. Себебі үлкен қысыммен қан келеді, мына жақтан қан дұрыс кетпейді, бұл жерде 80-90 мм сынап бағанасында болып кетуі мүмкін. Қаншалықты қысым жоғарыласа, соншалықты фильтрация күшейеді екен. Түсінікті ғой?
енді қазір ары қарай есептейміз достар. Главное біз осы жердегі фильтрацияның гидростатикалық қысыммен қалай жүретінін жақсылап біліп алуымыз керек. Енді бір қызық жағдай бар. Біз оны есептейміз достар. SKF деген зат бар. SKF өте алдарыңыздан көп шығады. Жалпы скорость клубочковой фильтрация. SKF деген сөз көп шығады алдарыңызға. Мен қазақшасы көп қолданылмайды бұның. Жаңағы не ғой? Шумақшалық фильтрацияның жылдамдығы. Қазақша, орысша SKF деп көп алдарыңызға шығады. Осыны жақсылап біліңіздер. Қазір осы есептеп үйретемін сізге. SKF дегеніміз минутына 1 минутта шумақшадан түтікшеге қанша миллилитр зәр шығып жатыр, біріншілік зәр шығып жатыр. Осыны есептейді. Біз осының нормасын білуіміз керек. Егер де бұл жаңағы қысым төмендейтін болса, демек ол нашарлайды, азаяды уақытта. Қараңыздар, 1 минутта шумақшадан түтікшеге 110-120 миллилитр 1 минутта біріншілік зәр түседі. 110-1 минутта бұл. 1 минутта. Енді біз осыны тәулікке шығамыз. Бір тәулікте қанша зәр түзіледі мына жерде? Біріншілік зәр түзіледі осы фильтрацияның арқасында. Мынау 1 минуттық көрсеткішті аламыз да біз бір тәулікке көбейтіп жібереміз. Бір тәулікте 1440 минут бар. 1440 минутты біз 110-ға немесе 120-ға көбейтіп жібереміз. Көбейткен кезде 158 литр шығады. Бір тәулікте мына жерге 158. Бұл енді қатып қалған сан емес қой, негізі орташа есепте 150-180 болады. 180 литр тәулік, немесе сутка. 150-180 литр деген не деген сөз достар ол? Көп қой мынау слишком. Көрдіңіздер ма? Мына жақта бір тәулікте 24 сағатта 150 литр зәр түзіледі екен. Бірақ біз осы 150 литр зәрдің бәрін шығармаймыз. Біз тәулігіне 1,5 литр ғана зәр шығарамыз. Сонда үстіндегі сонша литр зәр қайда кетеді? Қанға кері реабсорбцияланады. Көрдіңіздер ма? Реабсорбция деген міне. Түсінікті ғой? Вот достар, мынау сіздерге жалпы нормалық есептеу. Қазір біз енді бұны бұлай есептей алмаймыз. Оның есептеудің өзі әдісі бар. Белгілі бір компонентке қарап, зәрдің құрамындағы соған қарап анықтаймыз зәрдің негізгі фильтрациялық қызметін. Бұны есептейміз. Қазір келесі бөлімде қарастырамыз. Қараңыздар. Достар, сіздер енді жалпы нормалық формуланы көріп алдыңыздар, Енді біз фильтрацияның дұрыс жүріп жатқанын немен анықтаймыз? Креатинин деген бар. Креатинин дегеніміз бұл шөттерде энергия көзі ретінде қолданылатын, қолданылып шыққан соңғы өнім, креатин фосфат энергия көзі ретінде қолданылады АТФ жасау үшін, одан соңғы өнім ретінде креатинин шығады. Креатинин зәрмен шығып кетеді бүйректен, бүйрек арқылы зәрмен шығып кетеді. Осы креатининнің клиникалық диагностикалық маңыздылығы бар. Біз креатининге қарап фильтрацияның қызметін анықтай алатынбыз. Оны біз креатининді клиренс деп айтамыз. Көп естісіздер ол сөзді. Креатининді клиренс дегеніміз креатининнің тазару, ағзаның тазарылуы себебі. Клиренс деген, клин деген ағылшынша тазару деген мағына береді, тазалау, Креатининді клиренс деген сөз жазып алыңыздар. Креатининді клиренс. Түсіндіңіздер ғой? Креатинин не деген кезде айтасыздар? Ол креатин фосфаттан шығатын соңғы өнім. Бұл шөттерде АТФ жасау үшін жұмсалады, соңғы өнім ретінде шығады, креатин фосфаттан жасалып шығады. Ары қарай ол зәрмен шығып кетеді бүйректен. Бұл ешқандай зәр шығару жолында нефронның түтікшелерінде реабсорбцияланбайды. Прям тіке зәрмен шығып кетеді болған, қайтып ағзаға сіңірілмейді. Біз осы креатиннің деңгейіне қарап, зәрдегі есептеу арқылы қазір есептеу үйретемін. Фильтрацияның қалай жұмыс жасап тұрғанын біле алатынбыз. Қызметін түсіне аламыз. Қараңыздар. Зәрдің құрамындағы креатинин деңгейін анықтап аламыз. Оны көбейтеміз тәуліктік зәрдің көлеміне немесе минутына, қазір түсіндірем. Шыққан санды плазманың құрамындағы, немесе қандағы ғой енді, плазманың құрамындағы креатининге бөліп жібереміз. Сол кезде креатининнің клиренсінің несі шығады, нәтижесі шығады. Соған қарап біз норма или норма емес деп айтамыз. Қараңыздар, нормада минутына 90-120 миллилитр креатинин шығып отырады, фильтрацияланады. Мына жерден мына жаққа шығады. 120-90 миллилитр креатинин шығады. Норма бұл, қалыптыда. Егер де осыда ауытқу болатын болса, уже мына жерде бір бұзылыс бар деген сөз. Қараңыздар, жалпы зәрдің көлемі 600. 600-ді көбейтеміз тәуліктік зәр көлеміне. Но бірақ біз тәуліктік зәрдің көлемі керек емес бізге. Бұл жерде біз минуттан анықтаймыз. Қараңыздар, миллилитр минут қой. Енді біз тәуліктік зәрдің құрамында тәуліктік зәрдің минутын анықтаймыз. Ол қалай? Тәуліктік зәрдің деңгейі
2880. Енді осыны біз минутқа шағып жүреміз. Бұны аламыз да тәуліктік минутқа бөліп жүреміз. 1440-қа бөлеміз. Бұл бір тәуліктегі минут, 24 сағат ішінде минут. Бөліп жүрген кезде шығады 2. 2-ні мына жерге қоямыз. 600-ді көбейтеміз 2-ге, оны бөлеміз плазманың құрамындағы креатининге. Плазманың құрамында 10 мг на литр креатинин бар, бөлеміз 10-ға. Тең шығады 120 мл минут. Норма ма? Норма. Егер де бұл жерде ауытқу болатын болса, немесе яғни 70, 60 шықты жауабы, нәтижесі. Демек, фильтрация нашар. Одан көп фильтрация күшейген. Нәтижеде может гидростатикалық қысым жоғары. Гидростатикалық қысым төмен болса, уже понятно, 60-70 деген нәтиже шығады. Түсіндік қой. Міне достар, креатининді клиренсті осылай есептейміз. 2 литр 800 мг ғой, да, міне. Соны біз минутқа шағып жібереміз тәуліктік. Минутқа шыққан кезде 2 шығады. И соны 600 жалпы зәрдің құрамындағы креатинин деңгейіне көбейтіп жүреміз. Осыны жатыспаңыздар. Бұл өте маңызды формула. Әрине қазір приложениялар бар, оны есептейтін формулалар бар, но бірақ осы стандартный, көбінесе осы қолданылады. И сіздер уже түсіндіңіздер. Бұл ненің көрсеткіші? Креатининді клиренс. Ағза қалай креатининді өзінен шығарып жатыр. И соған қарап біз мына жердегі фильтрацияның қызметін анықтаймыз. Егер мына деңгей аз болатын болса, нормадан 80, 70, 60, 50. Мына жерде бір патология бар, бір бұзылыс бар. Көп болатын болса, мына жерде может қысым жоғары. Немесе ағзада креатинин көп действительно. Вот осындай көрсеткіштер бар. Мынаны жақсылап жазып аламыз и түсініп аламыз. Достар, біз гидростатикалық қысымды айттық, уже түсінікті. Енді онкотикалық қысым. Қанның онкотикалық қысымы, жалпы шумақшаның ішіндегі онкотикалық қысым 25-30 мм сынап бағанасына тең. 25-30 мм сынап бағанасы. Бұл не үшін қажет? Онкотикалық қысым сіздер қан жүйесінде көрдіңіздер, бұл белоктардың қатысуымен жасалатын қысым. Егер де қанның құрамында белоктар артып кететін болса, бұл қысым жоғарылайды. Демек, онкотикалық қысым жоғарылайтын болса не болады? Олардың қандай қасиеті бар? Өзіне суды біріктіретін қасиеті бар. Олар қаншалықты көбейетін болса, белок көбейетін болса, қысым артатын болса, мына жерде сұйықтық мына жаққа өтпейді. Себебі онкотикалық қысым жібермейді оны ана жаққа қарай. Нәтижесінде не болады? Фильтрациялық қысым төмендейді. Себебі сұйықтықтың бәрін белок өзіне тартып алады. Нәтижесінде ана жерде қысым жоғарылайды. Вот, бұл онкотикалық қысым. Енді сіздер қанды көргеннен кейін бұл тақырыпты қатты ашпаймыз, түсініңіздер деп ойлаймын, қан тақырыбын. Ал бізде соңғы бөлік гидростатиканы айттық, онкотикалықты айттық, енді зәрдің гидростатикалық қысымы деген бар. Яғни мына жақтағы қысым емес, мына жақтағы қысым. Проксимальды түкшедегі қысым. Гидростатикалық қысым. Бұл деген не? Гидростатикалық қысым сіздер мана көрдіңіздер, мына жақта айтып бердім. Үлкен қан келеді, мына жақтан шыға алмайды, ортада пайда болған қысым гидростатикалық қысым деп аталады. Ал зәр шығару жолындағы гидростатикалық қысым да дәл сондай. Осы жақта түзілген зәрдің мына жақтағы бір іркілісі болады, белгілі бір деген нормал іркілісі. Сол іркіліске байланысты пайда болған, жинақталған зәрдің пайда болған қысымы. Ол нормада не болады? 20 мм сынап бағанасында нормада. Ол қысым қандай кезде артады? Егер де түтікшенің ішінде бір патология болатын болса, тас, зәр, қабыну, тағысын тағы. Кез келген бір түтікшенің бітелуіне алып келетін себеп патология, патофизия өтіледі, бұл зәрдің өтуін тежейді. Мына жерге зәр, енді гидростатикалық қысымды көрдіңіздер ғой, дәл осындай ғой. Мына жерге тас тұрып қалатын болса, демек зәр көп жинақталады. Зәр көп жинақталса, мына қысым артады. Мына қысым артатын болса не болады? Мына жақта қысым жоғары, достар. Мына жақта қысым 70, мына жақта қысым 20. Ойлаңыздаршы, фильтрация жоғарылай ма, төмендей ма? Әрине төмендейді, достар. Мына жақта қысым төмен болғаннан кейін де мына жақтағы 70 деген қысым жоғары ғой. Жоғары, қай жақта қысым жоғары? Диффузияны еске түсіреміз. Мына жаққа қарай өтеді ғой, қысым аз жаққа қарай өту керек қой. Ал мына жақта қысым 70 болып кетті мысалы. Өтей ма, өтпей ма? Өтпейді, себебі мына жақта да қысым жоғары, ол жақтан өтпейді ешқандай, себебі қысым бірдей екі жақта. Вот, сол себепті мына жақтың қысымы нормада төмен болады, 20 мм сынап бағанасында болады. Мына жақта заттар оңай өту үшін. Егер мына қысым жоғарылайтын болса, не болады екен? Фильтрация нашарлайды, төмендейді немесе. Вот. Енді достар, біз енді барлығын қорытындыладық. Енді біз эффективті фильтрацияның деңгейін есептейік. Қараңыздар. 70 гидро. Шақшаның ішіне аламыз, онкотикалық қысымды.
онкотикалық қысым бізде 30, 25-30. Зәрдің гидростатикалық қысымы 20. Мына екеуін қосып жібереміз. Не үшін мына екеуін жақшаға алдық? Себебі бұл екі қысым фильтрацияны жоғарылатпайды. Бұл фильтрацияны нашарлататын қысымдар. Ал 70 фильтрацияны күшейтетін қысым. Сол себепті біз мына екеуін қосып аламыз. Сен көрдіңіздер, онкотикалық қысым жоғарыласа, фильтрация нашарлайды. Мынау жоғарыласа, фильтрация нашарлайды. Демек, бұл екеуін қосып жібереміз. 50. 50-ді 70-тен алып тастаймыз. Шығады 20. Эффективті фильтрацияның деңгейі сонда 20 мм сынап бағанасының деңгейі нормада. Нормада 20 мм сынап бағанасында. Бұл таза қысым осы жерде 20 мм сынап баған эффективті қысымның деңгейі екен. Түсінікті ғой? Міне достар, сіздерге қорытынды. Гидростатикалық қысым фильтрацияны күшейтеді, ал онкотикалық қысым мен зәрдің гидростатикалық қысымы наоборот фильтрацияны тежейді. Бүйрек тасауруларында фильтрация нашарлайды. Бүйрек онкотикалық қысым артып кететін болса, белоктың деңгейі артып кететін болса, қанда фильтрация нашарлайды екен. Ал мына жаңағы анатомиялық ерекшеліктер бар. Мына қан тамыры кішірейсе, тарылса, ұлғайса, енді оны да сіздер түсіндіңіздер, ол тікелей гидростатикалық қысымға әсер етеді екен. Міне достар, жалпы сіздерге фильтрация бойынша қорытынды, қалай анықтаймыз, креатинин, клининс деген барлығын көрдіңіздер, и соны жақсылап енді конспект жасап алыңыздар.